Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып бойынша 1-тоқсандағы Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда 1946-53 жылдарда бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тақырып, оқу мақсаты, бағалау критериялары берілген. Тапсырма бірінші тапсырма соғыстан кейінгі жылдарда ауыл шаруашылығы жағдайын талдаймыз. Ауыл шаруашылығын теріс жақтары және оң жақтары, мал шаруашылығындағы жетістігіміз және кемшіліктерді қарастыратын боламыз. Екінші тапсырмада берілген суретке байланысты сұрақтар жауапқа жауап береміз. Үшінші тапсырмада сурет бойынша сұрақ жауап береміз. Осы үш тапсырма бойынша, құрметті оқушылар, бағалау критериялары, тапсырмалар, дескриптивтер берілген. Барлық жинау қажетті балл саны бізде 13 шәкірт баллды көрсетеді. Бірінші тапсырмада соғыстан кейін жылдарда ауыл шаруашылығының жағдайын талдайық. Бірінші жетістігіміз. Ауыл шаруашылығының ауыр жағдайының себептеріне талдау жүргізілген ел басшылығы шаруашылық және партия органдарының бұрынғы колхоз бен совхоздарға қатысты бұратаушылықтар жою міндеттелді. 1949 жылға қарай қабылданған қаулы бойынша Қазақстан колхоздарының түрлі ұйымдарынан 254 миллион сом қарызы, көп мал техника, 540 мыңға жуық заңсыз тартып алынған жер қайтарылып беріліп, әкімшілік жарғылысын басқару аппараты елеулі түрде қысқарды. Ауыл шаруашылығының материалдық техникалық жағынан жабдықталуын шұғыл жақсарту мақсатында мемлекет қосымша қаражат бөлді. Ауыл шаруашылығы мамандарын даярлау және қайта даярлау жүйесі жолға қойылды. Колхоздар мен совхоздар қызмет көрсетуге тиіс машина, трактор станциялар, МТС техниканы жабдықтауға үлкен көмек көрсетілді. Қабылданған іс-шаралар ауыл шаруашылығының жағдайын біршама жақсартты. МТС техникасын неғұрлым тиімді пайдалана бастады. Егін, мал өнімдері бойынша белгіленген жоспарды асыра орындау үшін қосымша төлемдер енгізілді. Мал басының саны артты. 5 жылдық ішінде суарылатын жерлер ауылдан 16%-ға артты. Теріс жағымыз, енді кері әсері, соғыстан кейін ауыл шаруашылығының жағдайы, соғыстан кейін бірінші шаруашылық үшін аса қиын болды. Құрғақшылық елдің әсеріне оны европалық бөлігін ауыл шаруашылық жағдайын өте ауыр тиді. Жағдай жұмысшы күшінің жетіспеушілігінен де ушықты. Ауыл шаруашылық машиналарының көп бөлігі соғыс жылдарында істен шықты. Ал жаңадан алынатын машиналар саны аз болды. Басқарудың әкімшілік күштеу тәсілдерін, экономикалық заңдары есепке алмаудың зардаптары ауыл шаруашылығына кері әсерін тигізді. Жер өңдеу мәдениеті төмен болып, қоғамдық мал шаруашылығы нашар дамыды. Өнеркәсіпке қарағанда ауыл шаруашылығының жағдайы ауыр болды. Соғыстың салдары КСР-ның аграрлық секторын апатты жағдайға жеткізді. Соғыс кезінде жұмысшылар саны қысқарды. Жұмысшылардағы ауыр жұмыс әйелдер мен балалардың еңбегі басым болды. Енді ауыл шаруашылығы мал шаруашылығын өсу қарқынын қарайтын болсақ, бұл жылдары Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында Айдарлы ауылының шабаны Жазылбек Қуанышбаевтың атағы кең жайылды. Бригадада жүйелі селекциялық жұмыстар жүргізу арқылы ол жүннің және қаракөл ет терісінің сапасын елеулі түрде көтере алды. Оның қаракөлі халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелерде көрсетілді. Дели, Бухарест, Позnan, Нью-Йорк аукцияларына қойылды. Ерен еңбегі және аса көрнекті табыстары үшін 1958 жылы екінші рет елдің жоғары наградасы Орақ және Балға алтын медалмен марапатталды. Танымал механизатордың игеруші Камшет Өнембаева ауыл шаруашылығын дамытуға елеулі үлес қосты. Брай Жақаев, Камшет Өнембаева, Головацких, Геринг ауыл еңбекшілері социалистік еңбек ері деген атқа ие болды. Әрине, бұл енді өте қиын жағдайда болды, теріс әсер еткен. Әсіресе бізде мал шаруашылығының жағдайы, Қазақстан ежелгі мал шаруашылығы дамуға қолайлы өлке болды, бірақ үкіметтің мал шаруашылығын қолдаған ойластырмаған шаралар оған да кері әсерін тигізді. Мал шаруашылығының артта қалуының басты себептері мыналар: өмір шығынға жанасымыз ғылыми негізделмеген, экономикалық заңдардың қолданылуы, саланың нашар материалдық техникалық базасы, жердің жырту нәтижесінде жайылымдықтардың азаюы, күштеп жүргізілген жұмыстардың жағымсыз салдары да қолайсыз әсер етті. 1951-52 жылдары республикада мал басының шығыны көп болды. 1954 басына қарай мал саны алдыңғы жылдармен салыстырғанда мардымсыз өсті. Мал шаруашылығындағы жұмыстың ауыртпалығы мен қиындықтары шабандар көрді. Олар өте ауыр жағдайларда жұмыс істеді. Көптеген өркениет жетістіктерін қол үзіп қалды. Соған қарамастан еңбекте үлкен табыстарға қол жеткізілді. Берген суреттер бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бұл Хайдаровтың картинасы. Әрине, бұл атом бомбасы туралы ақпарат береді. 1947 жылы тамызда КСР министрінің кеңес шешіміне сәйкес Семейдің 140 шақырым жерінде Семей полигоны салынды. Оған Курчатовқа жүктелді. Мемлекет тарапынан жобаны іске асырушы Берия басқарды. Полигон сынақтары кезінде 40 жылға созылды. Алдарыңызда қанша жарылыс болғаны, сынақ қалай өткені бәрі көрініп тұр. Бұл бір айта кететін жағдай, Хиросимада тасталған бомбадан 2,5 мың асаға асып түсті. Алдарыңызда осы атом бомбадан схемасы көрсетілген. Енді сол алғашқы қолданылған 1949 жылы 29 тамызда Абай ауылында, Аврал ауданында ең алғашқы 22 килотонналық жарылыс болғаны көрсетіледі. Бұл сол жарылыста сынақтан өтілген РДС сутегі бомбасы болатын. Алдарыңызда 1953 жылы Семей полигоны жарылған Саңырауқұлақ секілді 16 километрге биіктікке көтерілген.
Соның бір айта кететін жағдай, бірнеше күн бойы сол көгілдір сәуле шығарып тұрған сол дала шөптерінен өте өкінішті ақ жер асты сынақ орындарынан жылына 14-18 ядролық сынақ өткізіліп отырды. бір тағы айта кететін жағдай, мына дегелең деген тау сол үлкен жарылыстан тарих сахнасынан былай кетті десек те айтып болады. Күл мен шам болып жоқ қылып жіберді сол дегелең деген тауды. Зор зиян келді. Ядролық сынақ нәтижесінде пайда болған кратерлер көрініп тұр. Және мына алдарыңызда айна түсіндегі су қоймасы бейнеленіп тұр. Бұнда енді сынақтың бұл да ең мақсаты осы жасанды су қоймасын жасайық деп олар бізге осындай жауап берген болатын. Енді осындай қасіретті 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен бұл полигон жабылды. Келесі тапсырма берілген сурет бойынша сұрақтарға жауап берейік. Суреттерде кім бейнеленіп? Әрине бұл Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде Восток ғарыш кемесінің байқоңыр алаңы тарихта тұңғыш рет адамзаттың ғарышқа ұшу туралы мәлімет берді. Адамзаттың ғарышқа ұшу нәтижесінен біз аспан әлемін терең зерттеуге, арықтауға зерттеуге мүмкін алдық. Ғарышқа ұшу өте қаражат талап етеді. Сонымен қатар ғарышқа ұшу барысында атмосфераға түрлі зиян заттар зымыран бөлінеді және зымыран озон қабатын тежеп тұрады. Бұл адамзат үшін өте қауіпті. Бұл әрине бұл ғарыштың біздің теріс жақтарын біз талдап отырмыз. Әлемдегі ең бірінші әрі ғарыш айлағы болып табылатын Байқоңыр соғылмай жатып арнайы факторлар ескерілді. Ол факторлар жазықтығына жақын, сонымен қатар ракета ұшыруға қауіпсіз жер болып табылды. Және ғарыштан оралған объекттер үшін де қолайлы. Мұнда ғарышқа сапар шегуге барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Осы ерекшеліктің арқасында бүкіл әлемде ең мықты ғарыш айлағының бірі болып табылды. Ракета тасығышқа арналған арнайы тұғырлар мен энергия сумен қамтамасыз ететін жүйелер де болды. Соңғы жылдары Қазақстанда ғарыш айлағы үлкен экологиялық мәселелер туындап отыр. Біздің жермен кешенінен 30-35 мың тонна улы заттар таралды. Жиі ұшырылатын ракета қалдықтарынан шығыс және орталық Қазақстан аймақтарында ластануда. Улы газ жаһандық жылынуға алып келуі мүмкін, сонымен қатар қышқыл жаңбырдың жауынына да әсерін тигізді. Массалары үлкен зымыран жанармайлардан шыққан улы токсин мен химиялық заттар жақын аймақтарға таралды. Бұл токсинді бөлшектер жануарларда әртүрлі аурулар мен патологиялар әкелді. Онымен қоя зымыран ұшыраған кейін жақын аймақтарда ауа райы бірден өзгеріп отырды. Температура төмендей, боранда қатты жел соғып отырды.